Адамзат тарихында күн мәдени қалыптастырушы фактор болды. Олар үшін күннің шығуы жаңа өмір бастаушы нағыз ғажайып болған. Сондықтан бұл жұлдызға сыйынатын мәдениеттер де аз болған жоқ. Мысалға, ежелгі Египетте мысырлықтарда күн құдайы Ра, ал ежелгі Грецияда Гелиосқа сыйынды. Күн біздің галактикамыздың, яғни құс жолындағы жұлдыз болып табылады. Күннің температурасы 5506 градус. Негізінде күннің беретін жарығы ақ түсті. Біздің атмосферадан өткенде оның шуағы таралып, сарғыш түс береді. Ал аспан ашық болғанда көгілдір шашыраңқы жарықпен араласып қайтадан ақ жарыққа айналады. Күннің құрамы 73%-ға сутегінен және 25% гелийдан тұрады. Ал қалғаны магний, азот және темір сияқты элементтер. Күннің жарығы жердегі өмірді бір қалыпта ұстап тұрады. Естеріңізде болса, фотосинтездің бастапқы кезеңдері үшін жарық қажет. Ал бұл процесс кезінде өсімдіктер ауадан көмірқышқыл газын алып, біз тыныс алатын оттегін шығарады. Бізге ең жақын орналасқан жұлдыздың жерден ара қашықтығы 149 миллион шақырым, ал оның орбиталды жылдамдығы, яғни айналуы секундына 217 километр. Осылайша бір жарық жыл жердің 1400 жылына сәйкес. Күн энергияны гелий мен сутегінің термоядролық синтезінен алады. Бұл реакция олардың жылу қозғалысының кинетикалық энергиясынан пайда болады. Қазіргі таңда бізде мыңдаған жарық жылдар арақашықтығында орналасқан. Біз білетін күннің бірнеше егіздері бар. Яғни бұл жұлдыздардың салмағы, жарқырауы және ондағы температура күннің тура аналогы саналады. Ал енді күннің құрылысына келейік. Жұлдыздың орта бөлігінде радиусы шамамен 150 шақырымды құрайтын күн ядросы орналасады. Ондағы температура 14 миллион кельвинді құрайды. Бұл дегеніміз ол жер жап-жақсы ыстық. Келесі сәулелі тасымалдау аймағы, яғни ол ядроның үстінде орналасады. Бұл аймақта сәулелену және фотондарды сіңіру сияқты энергияны тасымалдау жүзеге асады. Оның үстінде күннің конвективті аймағы орналасқан. Мұнда плазманың құйынды араласуы пайда болады. Келесі күннің атмосфера қабаттары фотосфера және хромосфера. Бұл яғни көзге көрінетін сыртқы қабаттар. Ал күннің соңғы сыртқы қабаты ол ғарышқа миллиондаған шақырымға созылған корона. Ең таңғалдыратын парадокстардың бірі бұл күн коронасының температурасы фотосферада бірнеше есе жоғары. Фотосферадағы температура шамамен 5500 градус болса, коронаның температурасы 3 миллион Цельсий градусқа дейін жетуі мүмкін. Мұны түсіндіретін гипотезалардың бірі толқындар механизмі. Күн ішіндегі плазмада толқындар тудыратын қуатты магниттік процестар жүреді. Күн атмосферасында тарайтын толқындар өз энергиясын жоғарғы қабаттарға береді. Ал энергияның өте үлкен мөлшері жоғары қабатқа өткен сайын күшейе түседі. Корона ашық сары түсті фотосфераға қарағанда күңгірт болғандықтан жай көзге көрінбейді. Бірақ күн тұтылғанда ай фотосфераның жарығын толығымен жауып, коронаның әлсіз жарығын көруге болады. Жұлдыздар эволюциясының компьютер моделі арқылы есептелген күннің қазіргі жасы, дәлірек айтқанда оның негізгі тізбектегі өмір сүру уақыты шамамен 4,5 миллиард жыл. Күн сияқты салмағы бар жұлдыздың өмір сүру уақыты шамамен 10 миллиард жыл болу керек. Осылайша қазір күн өзінің өмірлік циклінің ортасында тұр. Күн сутегі жанармайының қорын біртіндеп жұмсаған сайын ол ыстық болып, ал жарықтығы ұлғая береді. Жұлдыздың 5,5 миллиард жасына қарай, яғни қазіргі уақыттан 1 миллиард жылдан кейін, біздің күндізгі жарық қазіргіге қарағанда 11% жарық болады. Бұл кезеңде күн жарығының ұлғаюынан температура 5800 кельвинге дейін жетеді. Бұл эффект әсерінен жер бетінде түбегейлі өзгерістер болып, және тіпті өмір сүру жарамсыз болуы мүмкін. Бірақ тіршілік планетаның теңіздері мен мұхиттардың тереңінде сақтала алады деп болжайды. Күн 8 миллиард жасқа келгенде оның жарықтығы 40%-ға артады. Ол кезде жер бетіндегі жағдай Венераға ұқсас болуы мүмкін. Яғни жер бетіндегі су толығымен жойылып ғарышқа ұшып кетеді. Бұл жер бетіндегі барлық тіршілік түрлерінің жойылуына әкелуі мүмкін. Күн өзегіндегі сутек отыны жанған сайын оның сыртқы қабығы кеңейіп, ал өзегі қыза түседі. Жалпы астрономдар күннің өмір сүру кезеңдерін 12 миллиард жылға дейін есептеген. Қысқаша айтқанда, соңында күннің ішіндегі процестар тоқтап, біздің жердің мөлшеріне ұқсас карлик планетаға айналады деп болжайды. Бірақ бұл әрине болжам ғана. Жақын жұлдызымыз туралы кішкене болсын мәлімет бердік деп ойлаймын. Ал менің бүгінге айтарым осы. Қызықты шығарылымды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше. In your eyes I see it's